Бір әңгіме қозғалды ойымдағы, мақсат болды әшкере болынбағы, бай мейірсіз, ер құлдан саза тартқан Африка Ніл дария бойындағы. Ол дүние болмаған шақ, құлға бостан, жаңа ашылған Африка бір гүлістан, кені қалың, егіні мол болған соң, ізденіп барған жан көп әрбір тұстан. Қызығын Африканың жаңа тапқан, қақ жарып бір ықылымды Ніл дария аққан. Бұрынырақ ізденіп талаппенен, Мұрат деген бай кепті Мысыр жақтан. Үй салған Ніл дарияның жағасына, су жайған тоғам алып даласына, бақша қып жатып алды бір сахараны, 100 шақырымдай Занзибар қаласына. Құлы көп, егіні көп бұл үлкен бай, еңбек қып малды жиған жандай амай, құлды малша таяқпен жұмсаушы еді, адам деп обалына бір қарамай. Бар еді Медғат деген жалғыз ұлы, мот қылып бұзып еді малдың молы. Қаталы әкесінен бетер еді, тітіреп тұрушы еді барша құлы. Дейтұғын бір құлы бар, Қасым атты, қара сұрлау пішіні, зәңгі затты, отты қара көзі бар ұзын бойлы, тәкаппар тәуекелшіл бек қайратты. 18-ге келіпті биыл жасы, байға бек қадірлі еді мұның басы. Бай бала қып, өсірген сатып алып, Мария деген қыз еді бар ынтасы. Медғатпен жақын еді ол қыз, бірақ Қасымнан ұстаушы еді бойын жырақ. Қызға бір күн бар сырын айтып еді, оңаша алып барып аулағырақ. Қыз не қылсын, бұл құлды көңілі тоқ, кенелтіп жылы жауап берген де жоқ. Жарынан жаман пішін көргеннен соң, дал болып әлгі арада қалдаңтан болып. Қасым да елемеді бойын тартып. Аузың алма бұл сөзді енді қайтып, ендігі әрі мазамды ала берсең, жазаңды тарттырармын Медғат қайтып. Ашуы келді жастың қаны құрып, жүрегі тулап кетті ашу керіп. Құдай емес, сенгенің Медғат шығар, жерге енсең құтқарман, деді ақырып. Қыз білдірді Медғатқа Қасым сөзін, Қасымның әкелдірді қазір өзін, тік тілін Медғаттан да тартынған жоқ, сұп-сұр болып, қан басып екі көзін. Ақырып Медғат жиды ол бар құлын, әлім білмей асыпты, деді зұлым, насосқа Қасым итті отыртыңдар, бергенмін деп сөйлейді құнын пұлын. Оқ жөтеді насостың миға зәрі, жаза емес мұнан басқа істің бәрі. 2 хисса беріңдер, аямаңдар, иттікті қылмасын деп енді әрі. Бұл жазаны ұмытпас тартқан кісі, ешкімге паш болмайды қылған ісі. Ұрған соққан дүреден артық жаза, екеу түгіл әуелі бір хиссасы. Кранттың астына кеп қойды байлап, ағынға басын дәлдеп жатыр жайлап. Күлімсіреп балконда қарап тұрған Қасым ер Мария қызды көрді байлап. Қуанғанын жүзінен сезгеннен соң, долданып күйіп кетті қаны қайнап. Ыңқ еткенін естісе сүйінер деп тістеніп жатып алды ернін шайнап. Су құйылды кранттан басын атып, қыңқ етпей, дыбыс бермей қалды қатып. Ойбайынан өлгенін оңай көріп шыдап берді, жатса да қанша батып. Ешкімге қарамады көзін ашып, өлгендей сұп-сұр болып қаны қашып. Жорға құлдар қошемет жөн осы деп
бәрі дағы күлісер шуылдасып. Нарядчик ақыл айтты қасына кеп, өлтірмесең жарайды қойғаның деп, рұқсатсыз әкеңнен істеп едің, жазым болар шырағым қойғаның еп. Ақырын сонда Медғат босат деді, алдымнан шығатұғын осы етпеді, мұнан былай бір ауыз қарсы тұрса, қатты жаза қылармын мұнан денді. Қасымды босатады қалған талып, талғанша шыдамына қайран қалып. Астына біраз ғана салом төсеп, тастады бір амбарға он апарып. Екі сөтке қозғалмай қалды жатып, титтей де дыбыс бермеді тастай қатып. Қасына қойған асты қарамады, тиген тым болмаса бір дамтатып. Сыр бермеді босанып, титтей жасып, өлгендей сұп-сұр болып қаны қашып. Екі күн сол қалыппен жатты дағы, үшінші күн жоқ болып кетті қашып. Зор көкірек өсірді бай бек сыйлап, бала бәрін қайырды бір күн қинап. Көрмегенді көрген соң не шыдасын, іздесе де таппады жұртын жинап. Көршілерін жинады бай хабар ғып, ізге түсер ит те көп, зәңгі де көп. Үш күн іздеп, бір белгі табалмастан, бәрі де үйге қайтты бек қайран боп. Қасымнан еш хабар жоқ, аз жыл өтті, бай еркіне жіберді Медғат мотты. Ауыр дәулет шыдамай судай ағып, банкілер мағлұм қылды банкротты. Бай ағашын сатыпты егіндікті, үйін сатты, ойланды бір ниетті, борышын төлеп аз қалған құл малымен қамын жеді Мысырға жөнелмекті. Атын да, арбасын да алды сайлап, жүруге бір жолата жүгін байлап, 20-дай қолында құл күңі бар, өңгелерін сатыпты базарға айдап. Жол қауіпті, мықтады қару жарақ, бір арбаға салыпты Медғат арақ. Сахара менен жүреді қаласы жоқ, 40 кісіге алыпты айлық тамақ. Медғатта қарындас бар Ғазизатты, ұнатпайды бай менен Медғатты, сыры да жүрісі де бәрі бөлек, ешкіммен сөйлеспейді діні қатты. Жүреді істерінен жиіркеніп, бір ауыз сөз қатпайды сырын еніп, байдың тапқан күйеуін менсінбейді, құтылғысы келсе де байға беріп. Сәлім деген жігітке болған ғашық, жолығып жүруші еді көңілін басып. Ғазизаны ол байдан сұрап еді, қызымен махаббаттың сырын ашып. Бай білеме ғашықтық жақсы ниетті, кедейсің деп қайтарып көңілін тепті. Жас жігіт қаны қайнап шыдай алмай, ешкімге мағлұм емес жоқ боп кетті. Артынан екі ғашық бір жолығысқан, ай жарық бақта отырып көп жыласқан. Не дүние, не ақиретке қосылмаққа, екеуі сол арада уағдаласқан. Керуен қыштағынан шығып қонды, білмейді көп жыл өтті, жолды да оңды. Тура бастап барамын ақы берсең, деп бұларға бір зәңгі әзір болды. Арабша киімі бар, жүйрік тілге, таныспын деп айтады жолдағы елге. Харекетім басшылық керуенге, талайды бастап келдім сонау жерге. Сұрады сынамаққа жерді барлап, суылдатып зәңгі тұр бәрін сарнап. Өзісіне жүйрігін көргеннен соң сөйлесіп әлгі арада алды жалдап. Жол үстінде бір қатар уақыт өтті, Занзибарға жақындап бұлар кепті. Біз қонарлық жақсы жер көремін деп алдынан басшы зәңгі шауып кетті. Қондырды тосып алып бір аралға, залалды хайуаны көп дейді
малға, жалғыз келер ауызда мен тұрамын, ұйықтамай күзетем деп бүгін таңға. Бұл сөзін әмма қауым қабыл алды, жайласып сол тығырыққа жатып қалды. Мақсатсыз зәңгі бүгін іс қылған жоқ, байқарсыз айтқаннан соң несі барды. Қас қарайып, сол уақыт күн де батты, хабарсыз еш нәрседен керуен жатты. Қасында заңғар таудың бөктерімен жүгіртіп келе жатыр 20 атты. Бұлар зәңгі жол тосып күселтіргіш, бір қылатын ісі бар бүгінгі кеш. Сары бастық бұлардың атаманы, өзі батыр, өзі қу, өзі білгіш. Біреуі сөз айтпайды онан басқа, келгенше жеңілген жоқ осы жасқа. Атаманша киінген, түрі бұзық, ұйқымен қарамайды шер асқа. Киімі сондай жақсы атаманның, жап-жалаңаш бәрі де қалған жанның. Сары бастық дегенде селк етеді, үлкен түгіл баласы осы маңның. Қайдан шыққан еш жанға сырын айтпас, өлем деп қорғанып бойын тартпас. Жауға қарап ақырып қол сермесе, жолдастар ұрынар, оттан қайтпас. Әсіресе байларға рақым етпес, ағаш толы зәңгінің бәрі ниеттес. Сорлы болған жандарға тағы әдеті, бір жақсылық қылады, естен кетпес. Жалғыз дамбал киімі бұтын жапқан, өңшең батыр жиналған, неше жақтан долы тентек зәңгіні қой шайдайды. Сары бастық билеудің жөнін тапқан. Бір арада бәрлері тұра қалды, атаманы айналып жерін шалды. Сезікті еш нәрсені көрмеген соң жолдасының қасына қайтып барды. Бәрі де түсе қалды атын байлап, жатуға ыңғайлады төсек жайлап. Оңаша апарып көрпе жастық, атаманға біреу жүр орын сайлап. Тамақ тоқ, іздемейді үймен шатыр, аңшы үйренген ұйықтады өңшең батыр. Мылтығын қанжарымен қолын ұстап, ұйықтамай жалғыз бастық бек сақ жатыр. Құдай-ау, қорлық көрдім кінәсізден, жолығар кеш қалдық па кезімізден. Тіпті тірі жүрмеймін, соқтығамын, сапсау неге құтылсын бүгін бізден. Медғатқа көрсетермін, өлсем дағы, неге көмек болмайды істің аға. Бүгін тірі қолыма түспей кетсе, қол жетпеген бір сорлы болдым дағы. Япырмай, болып қалды түн ортасы, батырдың алдай алмас шын жолдасы. Обаға бір хабарсыз кетіп қалса, қиянатсыз кеудеде тұрмас басы. Сары бастық жатыр еді осын ойлап, іс қылатын жан емес бекерге ойнап. Бір уақыт жер тыңдайды жата қала, не далаға қарайды бойлап. Келеді бір салтатты дүсірлетіп, кешікпай-ақ сол маңға келді жетіп. Дос екенін білдіріп хабар берді, сары шұнақ тышқан болып шыңқ-шыңқ етіп. Есітіп бұл хабарды ұшып тұрды, келе жатқан кісіні көзі көрді. Келгеніне шыдамай сары бастық салтаттының алдынан қарсы жүрді. Обаға қайраты мол аман шығар, бастықтың батыр еді сырын ұғар. Керуен қайда, кешіктің не себептен, тезірек қысқа сөйлеп берші хабар. Керуен бір сағаттық жақын жерде, кіргізді майла менен шықпас көрге. Мұрат бай бала шаға құлдарымен іздеген кісілердің бәрі бірге. Кетіпті бір аңшылар мені шағып, астыртын бір-екеуі жатты бағып. Қара басып ұйықтады жаңа талып, бір атпен ептеп шықтым құдай қағып. Сары бастық қойып еді бір ысқырып, зәңгілер даяр болды
атып тұрып. Бұл да мінді атына, бәрі мінді. Бұлар өскен жан емес, босқа жүріп. Отқа бірге кіріскен жолдастарым, аянбай қимылдаңдар бүгін бәрің. Қара жұртқа бұл түндер ақымым жоқ, дұрыстаңдар ақ жүзді адамдарын. Ақ жүздіні байлаңдар, өлтірмеңдер, құнымды жоқтарсыңдар бүгін сендер. Жүрегімді жеп жүрген неше жылдан дәрім келді жігіттер, жарам демдер. Қылышын суырып алды жалаңаштап, жүр деді обағаға тура бастап. Қарарғымақ астында суылдайды, анда-санда басын бір изеп тастап. Ашудан екі көзі кетті жайнап, жеңдерін босатады пейілін байлап, мылтықтарын ыңғайлап аттарына алты ауыз қанжарының бәрін сайлап. Асау қаны құтырып, ашу қысып, тісін қайрап, асығып, іші пысып, қанжарларын аузына тістеп алып, керуенге тиіп кетті қышқырысып. Керуенде жауды көрді келген жетіп, мылтықпен қоя берді дүрсілдетіп. Жанды беру оңай ма оларға да, уағдаласқан өлуге қару етіп. Қорғасын бұршақпенен алды тосып, зәңгілер қорғанады неден шошып. Сары бастақ бір былдырлап ақырғанда, аттарын қоя берді бәрі түсіп. Керуенге аттар кірді араласып, хайуанда адалсын ба қалды сасып. Әлей-шала артынан өңкей зәңгі, жауға кірді қанжармен шуылдасып. Қашуға еш жолы жоқ, қойған тығып, дүркіреді керуен қойдай ығып. Құлда жүрек бола ма, қан көрмеген, не қыларын білмейді, есі шығып. Бір адам қаша алмады мойын бұрып, құлдарды бауыздады қойдай қырып. Өңге жанға атаман қарамастан, Медғатты тауып алды іздеп жүріп. Алып ұрып тізерлеп байлап салды, тізеге шыдасын ба талып қалды. Ақ жүздіден жалғыз ақ бай өліпті, өңгелерін бәрінде жиып алды. Бәрін тінтіп, алысты тапқандарын, күл көмір қып жоғалтты қалғандарын. Екі бөшке арақты жасырыпты, бастыққа білдірмейді алғандарын. Керуенді талап болып жиылысты, енді аларлық нәрсесі жоқ қой десті. Ол жасын тұтқындарын ертіп алып, тауға қарай таң атпай жөнелісті. Бұл таудың аңшысы көп, аңы да көп, кісі өлтіргіш бұзақы жаны да көп. Күні бойы таң атқан кешке қайтып, екі аңшы отыр бұлардың жанына кеп. Бірі қызмет қылып жүр, бірі жатқан, шай қайнатып маздатып отын жаққан. Шөңкесін тағанға олар іліп қойып, аңдарын сойып жатыр бүгінгі атқан. Бірі жайлап оятты жатқанын кеп, ұйықтарсың деді, сәлім тамағың жеп. Өткен түн көпсіз айттың ұйқысырап, әсіресе ғашығым Ғазиза деп. Шырағым сені ұнатады көңілім бек, ғашық бар жүрегіңде не кешпес кек. Неге маған айтпайсың, өкілейсің, мен білсем оған себеп ойланыр ек. Шырағым, мергендігім маған жетті, бір жан айтпас қорқақ деп сені тіпті. Сен аңшы боп қаңғырар жан емессің, сені бір үлкен қайғы тентіретті. Бүгін жүрсең өлерең маған ермей, аңға жүрдің бек сүле көңіл бермей. Шабайын деп тұрғанын көре тұра, жолбарысқа бардың ба көзің көрмей. Мен бардым бар қайратын көрейін деп, тіпті тірі жүргенше өлейін деп. Жүрегімнің жанғанын тым болмаса, алысып біраз ғана бөлейін деп. Бар еді бір ғашығым Ғазизатты, сүйіп ем бар көңіліммен оны қатты. Әкесі кедейсің деп бермеген соң, жарақаты жүрекке қатты батты. Сол итті көре алмадым енді қайтып, ызамен ала алмадым бойды тартып. Бағдаттағы бір байдың өзі ақ едім, ар қылдым жаралуға малымды айтып.
Жаныма ара түстің құрбан болып, ерлікпен алып қалдың қайрат қылып. Сырымды жасырмайын білдірейін, өзің де сөге алмассың мәнін біліп. Оңаша сүйгеніммен үш жолықтым, махаббат, сағынышты сол жолықтым. Сүйініш күйініші махаббаттың жүрегіне түспейді қарны тоқтың. Бұзылғанды қылып ем әрбір істі, ұрғашымен жүріп не келісті. Нәпсі екен, жас жүректің жалын екен, ғашықтық тіпті өзге екен, басқа түсті. Аңшы едім, ұрғашының жүрегіне, жараттым не сұлуды керегіме. Өзімді өзім билейтін жан жоғушы ем, құр нәпсіге ер екем керегіне. Кетушек бір көргенде құмарланып, жеткенше сабыр етіп күйіп жанып, алдап арбап қолыма түсірген соң салқындап қалушы еді құмарғанып. Бір күні Ғазизаны көрдім кезгеп, жастықпен жүрегімде сондайды іздеп, сөйлесіп мен үйіне ере бардым, әлі-ақ қолға түседі сендей қыз деп. Сол оймен ашына болдым араласып, қызды аңдып жүрген жан көп қамаласып, жалған сүю алдаудың арсыздығын шын махаббат көрсетті көзімді ашып. Көрген соң жалған сөзді айта алмадым, бойымды жеңіп кетті тарта алмадым. Япырмай, не болды деп сілкінсем де құлап кеттім тереңге, қайта алмадым. Шаруамен үйде қалдым бір күн бармай, кешке аңға шығып кеттім шыдай алмай. Бір топ аңшы жолығып аю атқан 3 күн жүрдім солармен босай алмай. 3-ші күн үйіме келдім кешке, болама көңіл құсын іздемеске. Таң атқанша шыдамақ қиын болды, түнде бару бейәдеп іс емес пе. Үйімнен тысқа шықтым отыра алмай, бір ойлап тулаған соң көңіл қандай. Аяңдап жүріп кеттім бос сандалып, бір қыздан бас қойма, еш нәрсе алмай. Тағдырды кім біледі болмасына, қайғылынды қайғыртты бұл басыма. Жеңген жүрек айтқанын қылғызбай ма, қыздың бастап кіргізді бақшасына. Бақшаны сейіл қылдым енді аралап, ай жарық жаздың түнін тамашалап. Тоғайдың арасында отындықта бір нәрсенің тұрғанын көрдім барлап. Қасына жақын бардым ептеп басып, қарасам Ғазиз екен, қалдым сасып. Көрініп қалдым, қашуға амал бар ма, жетіп бардым қасына амандасып. Жолығам деп келгем жоқ бүгін сізге, жан жоқ деп ойлап едім менен өзге. Шошыттым ба байқаусыз қаңғып келіп, кешіріңіз, сұрғылт кірді жүзіңізге. Не керек менің сізге шошығаным, қымбатты нәрсе емес қой сонша жаным. Келдіңіз не себептен осы баққа, шыныңды айтып білдірші маған мәнін. Айт деген рұқсатыңды қайтып алма, ренжіп қалып көңіліңе қара салма. Шынымен мен сорлыны ұнатпасаң, өлімнен басқа маған орын бар ма? Ғазиз-ау, енді намыс жасырмағым, тілегім тағдырымнан емес шағын. Өмірімнің қуанышы сен, жұбанышы сен. Құдайым рахмет бес сенсіз бағын. Ғазиз-ау, енді намыс жасырмағым, бар өмірімді өзіңе байлаған сен. Дүниедегі бар қызық күңгірт тартты дерт болып жүрегіме қайнаған сен. Шынымен бұл халімді түймеймісің, қор болғаным білінді күймеймісің. Жүрегіңе тереңдеп ақылдасшы, шыныңды айт, сүйемісің, сүймеймісің. Мен ғаріппін, бір рақым етпеймісің, қор болып осылайша өттеймісің. Шөлдеген махаббатқа қайыршымын, Ғазиз-ау, шыныменен кеттеймісің. Жүректегі бар қайғы, зарлы мұңның, бастаған соң бәрінде айтып тындым. Бар дерті ашылған соң, көрілген соң жасырынма қалама бұл көңілдің. Ғазиза бір қуарып, бір қызарып, үстелге зорға отырды әрең барып. Пішінінен бір үміт хасіл болып, қуанғаннан кетіппін біраз талып.
Халид-ау, хәлім осы жүрген қашып, өлсем арман қылмас ем амандасып. Алдына салған басымды құшақтаған қарасам бір уақытта көзімді ашып. Бет аузымның бәрі су, көздің жасы, ауып маған кетіпті бары қыласы. Құшақтасып қалыппыз екі сорлы, бұдан артық не көрер адам басы. Отырдық бір жыласып, бір күлісіп, жүрек бәрін білдірді сырын шешіп. Таңға жақын айырылдық, амал бар ма, жолығармыз ертең деп, қош-қош десіп. Тұра сала орнымнан ертең бардым, Ғазизаны сұрауға көңілім алдым. Бай қорлады, бермеді кедейсің деп, шығып кеттім долданып, ашуландым. Тыста біреу қолыма бір хат берді. Кімнен келген екенін ішім білді. Асығыс бүктесіне қарай салып, үйге апарып тезірек ашқым келді. Қол дірілдеп, сол хатты оқыдым тез. Жартас, түн, сақ бол деген үш ауыз сөз. Жолықпақ мезгілмен жерін айтқан сақ бол деген мағылым ғой, аңдыр мінез. Түн болған соң бұйырып ат ертеттім, уағдаласқан орынға жүріп кеттім. Байдың бағы қасында белгілі тас, түн жарым уақытта келіп жеттім. Тастадым бір ағашқа атты байлап, тасқа келіп бекіндім жерді байлап. Ит мінезім едіғаттың мақұлым еді, қаруымды оңайға қойдым сайлап. Келе жатыр Ғазиза көрдім бақтан, торғын шәлі жамылған көйлек ақтан, жүрек соғып, дірілдеп зорға басып, алдынан қарсы шықтым мен тас жақтан. Жеткенше асығыстан бастым сасып, сөз сөйлер орын бар ма амандасып. Аузы менен көзінен кезек сүйіп, тас жаққа алып жүрдім құшақтасып. Мен үшін естің-ау қақыратты, тұрпай әкем, сөзі жаман батты. Қарағым, тез сөйлесіп айрылылалық, рақымсыздар аямас аңду қатты. Сенен соң әкем келді маған кіріп, қасыма жетіп келді мені көріп. Деді, ей қыз, өзің біл өз басыңды. Жаңа сәлім сұрады сені келіп. Сені қорлап, айтады сөзін жайлап, жауабын қойған жансып, маған байлап. Әл көтірік майдасып тұрғанына жүрегім тулап кетті, қаным қайнап. Нең бар дедім, әй әке, одан артық. Менен несін жасқандың бойың тартып. Мен риза, сәлімді жарғылуға, қуанту керек еді көргенді айтып. Сол-ақ екен, ашылды кәпір мінез. Деді, ей қызым, не менен, не одан без. Сол сықылды бір итті менсінесің, өлтіремін, қайт деді сөзінен тез. Сәлімге ауған бар көңілім қайта алмаймын, өтірікші дүниеде атанбаймын. Жүрегімнің билігі бір өзімде, өлтірсең де қайтам деп айта алмаймын. Жауапты бергенім жоқ мен дағы ғып, жіберсе де қайтейін жерге тығып. Ұрысып, аузына келгенді айтып, соныменен үйімнен кетті шығып. Соны айтқанша Ғазиза бір ит үрді, көп кісі екен артымда бізді көрді. Залым дұста, өлтір деп шуласып, бәрі де маған қарай ду жүгірді. Қылышпен қарбаңдадым мен де құрысып, осынша жазам не деп ашу қысып. Екеу-үшеу жығылып қалғаннан соң бәрі де тұрып қалды есі шығып. Қорқайын деп тұрғам жоқ мен де тіпті, қылышқа махир едім тымақ епті. Сәлім деген дыбысқа жалт қарасам, қыз жетектеп атымды алып кепті. Қарғып міндім, тоқтамай атқа барып, қақ бөліп жүре бердім топты жарып. Өңкей жаяу аттыны қуалама, бәрі де тұрып қалды бос қамалып. Халид, міне білдірдім қалды бастан, осындай істі көрдім мен де жастан. Кісі өлтірдім, тұруға орны бар ма, кетіп қалдым жарымды көре алмастан. Кеше түнде Ғазиза түсіменді, сәлім, мені сақта деп қолын берді. Беттен басқа жерінің бәрі де қан, қорқынышты пішінін көзім көрді.
Оянып кеттім сонан, шошығаннан, сағынышты ғашықпын, жүрек жанған, жалғыз Алла, рақымынан үмітім бар, сөндірер деп бұл отын өзі салған. Сонымен отыр еді отбасында, мылтық тарс-тұрс атылды қақ қасында. Шуылдаған дауыста естіледі, қаруға ұмтылысты, жасқансың ба? Ұрысқан қылыш даусы шартылдаған, және артынан шықты өрт жарқылдаған. Сәлім сасып, қаруын қамданады, әрқашан қатерлістен тартынбаған. Зәңгілер ғой біреуді талап жатқан, бізге намыс болмай ма бойды тартқан. Кешікпеңіз, қамданып атыңамын, Құдайға жөн болады бұған шапқан. Халид айтты, орынсыз батырланба, екеуміз не қыламыз сонша жанға. Бұл белгілі сарыбастық талап жатқан, жаулассақ жүре алмаймыз осы маңда. Оларды мен көріп ем кешке жақын, бұл итпен жауласуға болма батым, бұл тауда болып жүре алмайсың, өшіксе қылғызбайды бізге жатын. Сонымен ұйықтай алмай отыр еді, ентігіп, сасып қашқан біреу келді, не қылса жаудан қашқан адам ғой деп, ұмтылды ұсталық деп жүгіргенді. Екеуі ұстап алды қамап жүріп, бейшара қаша алмады әлі құрып. Байымды да өлтірді, зәңгі талап, жанымды қый деп сұрайды жылап тұрып. Байың кім, өз жайың кім, қорықпа сасып, айт жаным біз тимейміз бәрін ашып, қолдан келсе жақсылық аямалық, жөні кеп құтқаруға болса нәсіп. Әлгі айтты, байым Мұрат келе жатқан, жер алып алтын қазған осы жақтан, ғазизатты қызы бар Медғатұлы, саудасы біткеннен соң елге қайтқан. Шаршап кеп жатыр едік аунап-қунап, білмей қалдық келгенің жаудың дулап, пайды өлтірді, бірнеше кісіменен қалғанын тұрыста деп жатқан шулап. Сәлім түсі бұзылды, өңі қашып, ұшып тұрды орнынан асып-сасып. Осы менің ғазизда ғашық жарым, ара түсіп өлемін қаруласып. Халид айтты, тұра тұр сөзді тосып, сарыбастық саспайды сенен шошып. Бүгін мейрам бар аңшы қалада жүр, солармен соқтығалық басты қосып. Оларға сөйлеселік түнде барып, ертең түсте іздерлік ертіп алып. Пәлен жерде белгілі мекені бар, тоқталмастан барады маған қанық. Сәлім де осы сөзді көрді мақұл, мақсатқа жетпек керек қалмай қапыл, бағанағы жаяуды мінгізіп ап, жылдамдап жүріп кетті қылмай тақыл. Мәжілісіне көп аңшы келді бұлар, қатерліс кешетінен бәрі құмар, сөзін естіп тоқталмай құп алысып, қайрат қылар жол болды, ерлік сынар. Ертерек жиылысып атқа мінді, бәрі де аралаған талай шыңды, қарауылдап білдірмей қамап алды, сарыбастық мекен қылған бір қиынды. Бұл таудың бір тасы жоқ бастық білмес, бір қиынға әкелді адам келмес, жалғыз дара жолына күзет қойды, салақтық жоқ, бойында жанға сенбес. Ағашқа бар тұтқынды байлап жатыр, ақырып әмір қып тұр бастық батыр, бір қатары зәңгінің атаманға бір көгалға тігіпті кенеп шатыр. Барды да шатырына батыр кірді, жуынуға апарып суын берді, бетінің бояуларын жуып тастап, алады чемоданнан киімдерді. Киінді, бар киімін бейне патша, бір сұлу жігіт болды құп тамаша. Байлаулы тұтқындарға жетіп келді, қасында жолдасы жоқ оп-оңаша. Келді де алдарына қарап тұрды, мұның Қасым екенін бәрі көрді. Өздерінің қылғаны беп белгілі, рақым қылмас түйілген түрін білді. Шақырды бір бұлдырлап зәңгілерін, арабша сыбап алды бар білерін. Рақымсыз сен тәкаппар Медғат залым деді. Міне болды ғой өлер жерің, Медғатты су астына отыртыңдар, қылған ісі өзіме мағлұм шығар. Екі қисса беріңдер аямаңдар, бұл залымның бір үлкен жазасы бар. Медғатты тірілдетіп суға апарды, өз жазасын өзіне қылып салды. Өзгесіне тимеді сары бастық өзінің шатырына қайтып барды.
Ғазиза сұп-сұр болды, жаны шошып, енді бекер тұрмады, тағдыр тосып, ұрғашы деп зәңгі аяп бос байлапты, қол-аяғын босатты жібін шешіп. Ойланып тәуекелмен бойды жеңді, өлейін не де болса деп ерленді, Қасымның жақын тұрған қаратына басын шешіп үстіне қарғып мінді. Мінді де арғымаққа қамшы басты, келген жағын біледі солай қашты. Жазық жерде шабады қара арғымақ, елемейді арқардай тау мен тасты. Қасым көріп бір атқа мініп алды, артынан бұлдыр қағып айғай салды. Тіл білетін арғымақ бір қу екен, қарамады қамшыға тұра қалды. Бас көзіне қыздағы төпелетті, қара арғымақ қозғалмас бұған тіпті. Қолында жалақтаған қанжары бар, артынан Қасым батыр қуып жетті. Қор қылды қара арғымақ есілерді, жетектеп қайта қызды алып келді. Жазасын тартқыз мына қашқын қыздың, деді де анталасқан жұртқа берді. Қызды асыраған байдың бір кемпір күңі, байлаулы еді одағы көрді мұны. Арына қыздың жара салама деп, бейшараның жаны ашып, бұзылды өңі. Шақырды, ей Қасым деп күң ойбайлап, сөзімді есіт сабыр ғып абайлап. Шырағым өз жайыңды білемесің, кек алуға ауыпсың көзің жайнап. Алдыңдағы Ғазиза қарындасың, қайтып қана қинайсың оның басын. Бойыңда қалған титтей мейір болса, білмеймісің осының жарамасын. Жазасын тартқан жоқ па, Медғат ағаң, не қылды қарындасың, ойла саған. Қорлаған өз сүйегін тіпті оңбайды, туысқа мейірімсіз боп қарамаған. Қасым да бұл сөзді естіп тұра қалды, тоқтамай шуылдаған жұртқа барды. Бұған ешкім тиюге рұқсат жоқ деп, жетектеп қайта қызды ертіп алды. Ғазизау, мына кемпір бек ұялтты, сен де менде емес пең діні қатты. Маған Медғат қинауды қылған уақыт, балконда қарағаның жаман батты. Алмағаным батпады арашылап, батты маған тұрғаның тамашалап. Хайуандай маған жаның ашымастан, қарағым шыдап тұрдың қайтып қарап. Ұйықтағаны ұйықтады, ояумас, батырлар естен кетті не қажымас. Жалғыз сау, сары бастық ұйықтап жатыр, хабарланбай бұл халден ол есіл жас. Аңшылар бұл халінің бәрін көрді, ес кетіп мас болғанша қарап тұрды. Еңбектеп 100 саржандай келгеннен соң, жығылып жатқан жауға ду жүгірді. Бір зәңгіге бір аңшы міне түсті, мас кісіге сау кісі қандай күшті. Қасапшыдай қой қырған, жалақтасып, аясын ба зәңгіні тегінде өшті. Зәңгілер бет бұрдыма бірі қатып, бәрі өлді, оянбастан жағаласып. Құрғылмен қарау жоқ не қылалсын, өзіне өзі қылды қара басып. Қасымдағы естті шуды оянып, атып шықты шатырдан қайран қалып. Байқаса, іс ұрыстан өтіп кеткен, шақырды арғымағын айғай салып. Арғымақ оттап жүрген келді шауып, атын көріп ойынан кетті қауып. Шатырдың есігінен қайта кіріп, мылтығын қанжармен алды тауып. Және де ала шықты Ғазизаны, батырдың шошымайды титтей жаны. Үстіне Ғазизамен қарғып мінді көлденеңдей бергенде арғымағы. Тек кетпей Ғазизаны ала кетті, саспайды сабыры мол, ақыл епті, жанын сақтап, қылышпен басын қорғап, қағы жарып жүре берді қалың көпті. Жұлқынып сонда сәлім қақырланды, мергендер қызғабаттап аталмады. Көз алдында жан-жарын әкеткен соң, күйініп сәлім ерде ес қалмады. Сәлім де бөгелмеді, қуып кетті. Ғазиза, айырамын, қорықпа депті. Қыз айтты, Қасым, тоқта, уағдаң болса, шын сүйген ғашығымның өзі кепті. Уағдам шын, мен беремін өз қолымнан, құтқарып алып шығып бұл жолымнан. Ғашық жігіт жата алмас жаны шыдап, әлақ қуып келеді ол соңынан. Араби көк атымен сәлім салды, не етем деп жардан аяп бұл қу жанды. Оңаша шыққаннан соң Қасым тоқтап,
күйеуің келе жатқан тосып алды. Сәлім де келе жатыр аңыратып, ғашығы, әмкегі бар қабатып атып, мылтығын атайын деп көтергенде екі үзді құндағынан Қасым атып. Сәлімге жүгіреді қыз ойбайлап, Қасым тұр күлімсіреп көрсе абайлап. Сәлім атын ұстады, қыз майысып, мәні жайын ақтарып, айтты жайлап. Қасым айтты Сәлімге: құтты болсын, бір басыңа бауырмын және досың, бірге үшін кеткенмін зәңгі болып, ойланбай қылғаным жоқ мұны тосын. Өз бауырын өлтірген деме салым, саған да белгілі ғой менің халім, сенің де аңқызға кеткен жоқ, ғаділеттің жоқтығы саған мәлім. Елдің заңы заң емес біздің заңға, аңнан басқа дәурен жоқ біздей жанға, ғазиза көрсетпеймін жетімшілік, 10 000 теңге беремін приданға. Адал пұлым, алғам жоқ елден талап, әкең берген шешеме қолдан санап, таза малды беремін мәхіріне, жалғыз бауырым сен едің алған қалап. Менің шешем күң емес сатып алған, сөзімнен таба алмассың ешбір жалған, аңшысы осы жұрттың ұрлап алып, әкеңе сахарадағы сыйға барған. Аңшыны ұры қылған әкең сенің, мұның бәрін ұқтырған анам менің, нағашым зұлыс зәңгі падишасы, ғаділет пе құл болып күн көргенім. Мен бардым сол зұлысқа бұдан қашып, патшаға мағлұм болдым сырымды ашып. Сол елдің батырларын жиып алып, кек алуға келгенмін жамандасып. 3 жыл болды кек үшін төктім қанды, харап қылдым, таладым жолыққанды. Құдайдан бар тілегім кегім еді, мұраттың бәрі бүгін болып қалды. Сөйтті де ғазизаны қолдан берді, екеуінің ғашықтық халін көрді. Бірі күйеу, біреуі қайынаға боп, бағанағы шаһарға қайта келді.